Söylüңді айталмаймын бір келген соң аулыңа қайталмаймын құралай әркім бір сізге құмарай қайткенде көңілім айтынадай жолдан әбден шаршадым кішкене жантайып жатып демалып алмасам болмады. Енді олай болмайды. Бірден іштеу керек. Тағдырдың жазуы солай болса қайтеміз? Не істейсің бұған? Әкелеріміз бірін-бірі жек көретінін өзің де білесің ғой. Өмір бақи осылай енді жасырынып кездесе алмаймыз ғой. Ассалаумағалейкум. Ой, шошымаңдар. Мен абайсызда мына сөздеріңді естіп қалдым. Шамасы менің көмегім керек болады сендерге. Қалай? Атым Алдар көше. Менің бір ойым бар. Егер сөзіңде тұрып, осы істі бітіріп тойға жеткізсең, ант едім, өзімнің қара тұлпарымды саған сыйлаймын. Олай болса, уақытты босқа кетірмейік. Мені тезірек әкеңнің алдына апар. Ал кешке қарай мені қалыңдықтың ауылында күтіңдер. Ой, мен енді қалыңдық болдым ба? Ассалаумағалейкум, байеке. Ағалейкум ассалам, қонағым. Төрлет. Шай ішіп, естіген көргеніңді баяндап отыр қонағым. Жалғыз ұлыңды көршінің қызына үйлендіреді деп естідім. Ондайды саған кім айтып жүр? Екеуінің үйлену тойына мен өмірімде келіспеймін. Ол қыздың әкесі тіпті менімен амандаспайды. Балама да айтып қойды. Бұның дұрыс. Тіпті жөндеп сөйлей алмайтын жердесіз надам адамдармен туыс болудың қажеті жоқ. Мынау не деп бұл? Оның үстіне қазақта сұлу қыздар көп емес пе? Кез келгені сіздің ұлыңызға қуана тиеді. Иә, дұрыс айтасың. Тағы да шай ішесің ба? Не айтсаңдар да, мен бәрібір көршіміздің қызына үйленем. Айтары, сен әкеңе қарсы шығып тұрсың ба? Не айтсаңдар да, мен бәрібір көршіміздің қызына үйленем. Сабыр ет, байеке. Ол әлі жас қой, мінезі қыз ба? Атанасы олардың қамын ойлап жүргенін балалар қайдан ұқсын. Сен түсінесің ау, мен айналайын. Шай үшін рахмет, әл мен кеттім. Қайда шығасың, отырсаңшы. Жоқ, шаруам көп. Ұлыңа ие бол. Ана оңбағанның қызымен кездесіп жүрмесін. Қорықпа, онда ешқашан болмайды. Істің жартысы дайын. Бәрі ойдағыдай болып жатыр. Шырағым, әкең үйде ме? Үйде, кіріңіз. Амансың, балдар көсе. Менде бір жұмысың бар екен, қызым айтты. Жаңа ғана анау көршіңіздің үйде қонақта болған еді. Иә, қалай екен өзі? Ондай ақымақ арсыз адамды мен өмірімде көрген емеспін. Иә, ұқсамасам құмағыр. Оны да тұп-тура сондай. Алма ағаштан алысқа түспейді деген. Сабасына қарай піспегі, мұртына қарай ішкегі. Ең қызығы ол ақымақ. Олын сіздің қызыңызға үйлендірем деп армандап жүр. Неткен опасыздық. Менің
айтайын дегенім былай. Қызыңызды ана оңбағанның ұлына күйеуге бермеңіз. Алаңдамай-ақ қой. Өзімде ондайды болдырмаймын. Қызымды жаман жерге барып балама жау емеспін ғой. Жаным, енді қайттық, Алдар көше нағыз арам боп шықты. Әкем айтқан сөзден кейін, ол енді біздің үйлену тойымызға ешқашан батасын бермейді. Ал менің әкеме айтқанын естісең ғой. Ол алаяқ сенің әкең ұлын маған үйлендірем деп армандап жүрген ақылсыз, арсыз оңбаған деп айтты. Бізге басқа елге кетіп, сонда әке шешеміздің рұқсатынсыз үйлену керек. Бірақ оның алдында әкелерімізге алаяқ Алдардың не істеп жүргенін айтып, көздерін ашуымыз керек. Мен туралы олай айтуға қалай ғана ары барды. Мен бұны бұлай қалдырмаспын. Жүр, көршінің үйіне барып не болғанын бізге түсіндірсін. Қой, ол мүмкін емес. Мен туралы айтқан жоқ шығар. Шын айтамын. Екеуіңді араздастырып жібергісі келді. Содан кейін көршіміз туралы сөз айтып, оған сені жамандады. Ассалаумағалейкум көршім. Алдар көсенің біз туралы қандай өсек таратып жүргенін естідің бе? Төрлет көрші. Қызым тез тамақ әкел. Естідім. Сұмдық, қалай ойлайсыз? Бізді неге ұрыстырайын деді екен? Менімше, оның бұнысы нағыз өрескелдік. Көрші тұрамыз. Балаларымыз да дос, ал біз болсақ бір дастархан басында тым болмаса бір ретте отырып көрметтік ал. Менімше, біздің балаларымызға зиян келтіргісі келген ғой. Басқа себебі жоқ. Олай болса, екеуін үйлендірейік. Олай болса, мен қарсы емес. Оның үстіне бірін-бірі жақсы көреді емес. Бақытты болың. Міне, енді құда болды. Шашбайларды құттықтап бақыт деймін. Сен тойға келуге қандай ұятың барды, оңбаған? Оңбаған неш? Екеуіңді үйлендірем деп уәде беріп едім. Уәдемде тұрдым, енді сыйымды алайын деп келсем, маған оңбаған дейсің ғой. Сол үшін бізді ақымақ, надан деп жамандадың ба? Оның бәрін балалардың бақсын жасадым ғой. Әйтпесе, ешқашан татуласпайтын едіңдер. Алдар көседің қуадан жоқ шығар. Екеуі бірімізде әдейі жаман. Ортақ дұшпан жақындатады деген осы. Мен алдармын, сақалым болса талдармын. Сақал түгіл мұртта жоқ, шайтанды да алдадым. 19-шы сабақ. Решил как-то Алдар Көсе помочь двум влюбленным. Бірде Алдар Көсе екі ғашыққа көмектеспекші болыпты. Их отцы враждовали и не давали благословления на брак. Олардың әкелері дауласып, үйленуге батасын бермепті. Приходит Алдар к отцу Джигита и наговаривает на отца девушки. Алдар жігіттің әкесіне келіп, бойжеткеннің әкесін жамандайды. А отцу девушки наговаривает на отца Джигита. Ал бойжеткеннің әкесіне жігіттің әкесін жамандайды.